Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең оңай дайындалатын ірімшік қосылған бөлек дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ашытқымалы хаттамалы қамыр, бір кесек ірімшік және 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен салмамызды дайындаймыз. Ол үшін ірімшігімізді үгіткіштен үгітіп аламыз да, оған бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Қажет болса, тұз қосуға болады, бірақ ірімшіктің құрамында тұз болғандықтан аса қажеті болмайды. Салмамызды дайындап болғаннан кейін, қамырымыздың екі жағынан ұн сеуіп, оқтаумен жұқалап жаямыз. Жұқалап жайылған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті өзімізге қажетті формада үшбұрыштап кесеміз. Енді әр бөлікке 1 шай қасық салмамызды салып, 2 жағын жауып, жақсылап ораймыз. Піскен кезде ірімшігіміз сыртынан шығып кетпеуі керек. Міне осылай. Осылайша барлық бөліктерімізді орап аламыз. Оралған бөліктеріміздің бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште 220 градуста 15 минут пісіреміз. Бөліктеріміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын, дәмін татып көріңіздер.